Күн жүйесі күннен ғаламшарлар, яғни планеталар мен олардың серіктерінен, кометалардан, көп мөлшердегі тозаңнан, газдан және ұсақ бөлшектерден тұрады. Күн 5 миллиард жыл өмір сүруде. 19 ғасырдың басында Марс және Юпитер арасынан жаңа ғаламшарлар ашылды. Оларға Церера, Паллада, Юнона және Веста деген ат берілді. Гершель кіші ғаламшарларды астероидтар деп атады. Астероид деген грекше жұлдыз тәрізді дегенді білдіреді. Қазіргі кезде 12 мыңнан астам астероид бар. Күн жүйесінде Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, ішкі планеталар, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон сыртқы планеталар болып бөлінеді. Меркурий мен Шолпан серіктері жоқ. Жердің табиғи серігі Ай, жасанды серігі спутник. Марстың екі серігі бар: Демос, Фобос. Демос, Фобос қорқыныш мағынасын білдіреді. Юпитер 16 серігі бар екені белгілі. Соның біреуі Ио. Сатурн сақинасы бар планета. Сақина ұсақ тас бөлшектерден тұрады. 17 серігі бар. Уран қазіргі кезде Уранның 10 серігі бар. Олардың бәрі кішкентай. Плутон бір серігі бар, жердің массасынан аз. Нептун алып планета, 8 серігі бар. Ең үлкені Тритон, күн жүйесіндегі серіктерінің ең үлкені. Нептунның сақинасы бар екені ашылды. Үлкен жалпақ доға. Тағы бір қызықты мәліметпен бөлісіп кетейін. Ғарыш кемесі бір тәулікте жерді 16 рет айналып шығады. Яғни тәулігіне 16 рет күн, 16 рет түн болады. Енді есептеп көріңіз. 24 сағатты 16-ға бөліңіз. Яғни 1,5 сағат сайын күн мен түн ауысып отырады. Осындай мәліметтер қызықтыратын болса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.